Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Дана мен денсаулыққа каналы. Бүгінгі каналымда мен катаракта ауруы туралы сөз қозғағым келіп тұр. Катаракта қазіргі кезде үлкен жастағы адамдардың арасында өте көп жиі кездесетін ауру. Катаракта деп отырғанымыз бұл қандай ауру және ол аурудың дамуын қалай тоқтата аламыз, қандай профилактикалық шаралар жүргізуге болады, сол жайында мен бүгінгі видеомда айтатын боламын. Жалпы катаракта бұл бізде көзде бірнеше қабаттар бар. Анатомиялық құрылысына қарайтын болсақ, осы жерде шыны тәрізді дене болады. Шыны тәрізді дене жарықтың өтуіне өзіндік әсерін тигізетін белгілі ағзаның бөлігі болып табылады. Және де осы шыны тәрізді дененің қызметі бұзылған кезде бізде осы катаракта дамиды. Катаракта, яғни басқаша тілмен айтсақ, бұл осы шыны тәрізді дененің бұлыңғырлануын әсерінен дамитын ауру болып табылады. Қазіргі кезде соқырлық өте көп кездеседі, және осы соқырлықтың дамуына әкелетін ең негізгі себептердің біріне осы катаракта жатады. Катаракта негізінен қандай себептерден дамуы мүмкін, немесе қандай қауіп-қатер факторлары бар, соларға тоқталатын болсақ, бірінші фактор бұл деп отырғанымыз егде жастағы адамдардың ауруы болып табылады. Қартая келе, мысалы, біздің организмімізде көптеген антиоксиданттар бөлінеді, және осы антиоксиданттар осы көзіміздің жақсы көруіне, және де осы анатомиялық бөліктердің қоректенуіне өзіндік белгілі бір әсерін тигізіп отырады. Ал егер де жасымыз келе, бұл антиоксиданттардың да бізге ағзадан түскен бөлінетін белгілі бір процестердің түзілуі, яғни антиоксиданттардың түзілуі сәйкесінше баяулай береді. Бізде зат алмасу процесі баяулайды, соған сәйкес бізге керекті мөлшердегі антиоксиданттардың да саны азаятын болады. Солай бізде жалпы көздің де қызметі бұзылатын болады. Екінші қауіп-қатер факторларына бұл мысалы жастардың арасында кездеседі десек болады, және олардың бірнеше қауіп-қатер факторлар кіреді оған. Оларға айта кететін болсақ, метаболикалық бұзылыстар, оның ішінде зат алмасу процесінің бұзылысы, дұрыс емес тамақтану, және де қан диабеті, артериалды қан қысымының көтерілуі, және де күн сәулесінің тікелей көзге әсер етуі, генетикалық факторлар, гиподинамия, яғни қозғалыстың аз болуы, және де ВИЧ, СПИД деген естулеріңіз болса, осы аурулардың әсерінен де бізде катаракта дамитын болады. Бұл аурудың патогенезіне тоқталайық. Бірінші патогенезіне жаңа айтылды, ол жағдай зат алмасу процесінің баяулауының нәтижесінде организмге керекті заттардың дұрыс түспеуінен дамитын болса, ал екіншісі осы көзде әсіресе цитоплазматикалық белок болады. Және бұл белок кристаллиндер деп айтылады. Және де осы зат бізде жалпы шыны тәрізді дененің, одан бөлек жалпы көздің мөлдірлігіне жауап береді. Және бұл егерде бізде көзде керек емес заттарды жоятын зат жоқ. Яғни егерде бізде көзде белгілі бір артық заттар жиналатын болса, олар бір жерге тұрып жинала беретін болады. Яғни оларды біз жоя алмаймыз. Және де соның әсерінен, көптеп жинала бергеннің әсерінен, және осы белоктың көп тұрып қалуының әсерінен, ақырғы өнімдердің жалпы көздің ортаңғы бөлігінде жиналған әсерінен осы ауру дамуы мүмкін. Статистика бойынша 1990 жылдан бері зерттеу барысында соқырлықтың дамуы 12,3 миллионнан 20 миллионға өскендігін көрсеткен, және де оның ішінде катаракта ауруының осы соқырлыққа алып келуі 12,7%-дан 42%-ға дейін өскен. Яғни бұл өте жаман көрсеткіш десек болады, және де болған қазіргі кездегі техникалық әсерлер де қосылуы мүмкін. Бұл аурудың емі қалай десек, әсіресе асқынған кезде, катаракта өзінің дегеніне жеткен кезде жалпы операция жасайтын болады. Операция бұл деп отырғанымыз интраокулярлық линза қояды имплантациялық көмекпен, яғни осының әсерінен катарактаны жояды. Катаракта басында жай бұлыңғырланып, помутнение деп айтылады, бұлыңғырланып басталады, кейін мүлдем бұлыңғырланудан гөрі вообще көрінбейтін болып кетеді, сосын ақырында
көз көрмей қалатын болады. Және ол деңгейге жеткізбес үшін мен сіздерге қазір жалпы профилактикалық шараларды айтқым келіп тұр. Осыларды жалпы барынша істеп көрсеңіздер, бізде көз ауруы дамымайды. Жаңа айтылды, антиоксиданттар бұл көру мүшесінің жақсаруына, көздің қызметінің өзіндік жақсы көруіне жақсы әсер етеді. Және ол антиоксиданттарды біз екі топқа бөліп қарастырамыз. Оның біріншісі каротиноидтар, ал екіншісі антоциандар. Осы каротиноид пен антоциандардың айырмашылығы қандай, және де сол туралы қазіргі кезде айтатын боламын. Каротиноидтар бұл көбінесе жалпы көру мүшесінің жақсаруына әсер етеді. Әсіресе бұл көбінесе А витаминіне бай өнімдерде жақсы кездеседі. Олардың ішіне бізде сәбіз жатады. Сәбіз құрамында А витамині мол өнім болып табылады, және А витаминінің негізгі қызметі бұл көруге жауап беру. Егер А витамині организмге жетіспейтін жағдайда, онда бізде көру мүшесі нашарлайды, және де түнгі уақытта көрудің бұзылуы болуы мүмкін. Мысалы, рөлге отырған кезде жалпы дұрыс емес бағытта жүріп келе жатқан сияқты шатасулар болуы мүмкін. Ақыр соңында көру қызметі нашарлап, ақыр соңында соқырлыққа әкеледі. Бұл өнімдер, каротиноидтар, сәбізден бөлек жұмыртқаның ағында болады. Жұмыртқаның ағын жинап, сарысынан бөлек алып ішетін болсақ, онда бұл көру мүшесінің жақсаруына жақсы әсер етеді. Одан бөлек петрушканың жапырақтарында, шпинатта, абрикос, томат және де асқабақ өнімдерінде осы көруді жақсартатын арнайы заттар бар. Екінші топтағы өнімдерге антоциандар деп айттық. Бұлар да каротиноидтар сияқты пигменттелуге, көздегі жалпы пигмент жүйесіне жақсы әсер етеді. Яғни бізге заттарға белгілі бір түстер беруге, мысалы қызыл, жасыл, көк секілді сондай әсер ететін өнімдер осы антоциандардың құрамында бар. Жалпы антоциандарға көбінесе жидектер жатады, яғни малина, құлпынай, және де жүзім, клюква, ежевика, және де қызыл капустаның құрамында, смородинаның құрамында осы антоциандар бар. Осыларды біз барынша көбірек тамағымызға қоссақ, мысалы осы жаңағыдай жидектердің барлығын жинап, айранмен немесе йогуртпен араластырып жесек, бұл біздің жалпы көру мүшесіне әсер етіп қана қоймай, бұл сәйкесінше басқа да органдардың жақсаруына, ас қорыту жүйеміздің жақсаруына өзіндік әсерін тигізеді. Және бір өнім бар, ол көп кездесе бермейді, ол гинко билоба деп аталады. Бұл өнім негізінен көру мүшесінің өте жақсы, бір өзін жесек, бір өзінің өзі жалпы ең басты орган осы көзге жақсы әсер етеді. Және бұл өнімді біз өзін таба алмаймыз, сол үшін арнайы дәрілердің құрамында кездестіре аламыз. Және де соңғысы бізде көру мүшесінің нашарлауы, бізде омыртқа бойының нашарлауына, мысалы омыртқа жүйесінің қисаюы, еңкеюі, немесе артқа шалқаюы секілді арнайы диагноздардың әсеріне, мысалы сколиоз болған жағдайда, осыларды сәйкесінше көру мүшесінің қызметінің нашарлауына белгілі бір септігін тигізеді. Сол үшін барлығын ескеріңіздер, жағдайларыңызды бақылап көріңіздер. Жаңа айтылған қандай қауіп-қатер факторлары сіздің бойыңызда бар, соларды барынша төмендетуге, азайтуға тырысыңыздар, және де өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Егер бүгінгі видеом сіздерге ақпаратты болатын болса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Жалпы алдағы кезде де барынша ақпаратты видеолар түсіруге тырысамын, және де барынша комментарийға сіздерге қандай тақырыптар қызық, қандай сұрақтарыңыз бар, жаза кетіңіздер, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздермен бірге болғандан Асқар қызы және Дана мен денсаулыққа каналы. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.